көзім көріп кетті. Мен енді пенсияға шықсам да қарап отқан жоқпын. Кәсіпкермін, алғада үлкен магазинім бар. Сол жерде жұмыс жасап, мен істегем. Қазақы ойы көрпе төсекті тігем. Және басқа мындай майда шүйде айту бұрынғының заттарын тігем. Бая құрақ құрауды ата-анамыздан үйренген. Мен соны жаңғыртып отырмын. Сол жерде шалым 10 жыл болды, 14 жылы инсульт алып, құлап, бірден аяқ қолы істейін парализованный болып қалды. Сол жақтан. Соң апармаған жеріміз жоқ, докторға да апардық, демші, бақсып, алып құмалақшы ешқайсысы қалған жоқ, платный, бесплатный бәріне. Сөйтіп 7 айдан кейін шамалы нетіп отырып тұратын болды. Сосын мына дәріні жағы біреу әкеп алдым дедім ғой, одан кейін ол адам таппай қалдым. Қай жерден алатынын білмедім. Адам енді жоқ, ол компания банкротқа ұшырады деді. Жоқ, сол дәрі болғанда деп. Содан кейін жолдасым жағдайына қарап мен кірмеген компания қалмады. Ана компаниядан алып бердім, мына компаниядан алып бердім, Мери Хелстің дәрісін 1,5 жыл алып бердім. Infinity деген дәрісін алып бір өлімнен қалдым, әйгедімде жаттым, нешеді әметтіға түстім, өзім өліп қала жаздадым. Қытайдың дәрісі. Басқа компаниядан айтты, дәрі болса алып бере бердім, қайсынан себеп болады екен, несі, шипас тиер екен деп. Сонымен одан ештеңе болған жоқ. Бір күні мына қызым ауырды, шөтел, тоқтамайтын. Барлық антибиотикті салып атырмыз, емдеп атырмыз, қолымыздан келген еш қайтпайды. Сол күні біз неге пульмонолог деген бар екен, жерде Әбілқайыр хан бірде. Соған жазылып, записпен ертең барамыз деп отқан кезде, кәкіресі магазинімізде мына Гүлжахан қызым мен Ақмарал қызым келе кетті. Сондай сетевой, мынандай. Сетевой болсын, сетевойдың кірмегенім жоқ, осының еш пайдасы жоқ. Керек емес дедім. Жоқ, мынандай деп мақтауын жеткізді. Ал қайда көрейік десек, перфекті мен виталистін шығады. Қызым көй жарқыды, мама мынау таппай жүрген дәрі ғой, сенің баяғыда емес, жоғалтып алған. Сол жерде айтты, мынандай, сосын. Бұны қалай алсақ болады, бұндай екен, анандай мекен деп нетсек айтты, жолдасыңызға 200 мыңнан иммунолюксті алыңыз деді. Онда мен ертең сол жаққа қай жерге барамыз десек, Әбілқайыр ханға бірге барасың дейді. Ой, записке жазылып қойыпсыз ғой, ертең барамыз ғой. Деп соны мен ертеңе барып офистен осылармен біргелікте алдым. Сол жерде 200 мыңға, 250 мыңға кірдік. Сол жерде барлық дәрісін алып, менеджеріне жауып кеттік сол жерде. Соны біз алып, ішіп, оны арасында да алдық ба білмеймейді. Соны 3,5 ай өзіміз лечениеге алып ішіп көрдік. Біз еш уақытта табыс табамыз, мынандай деп сетевойға кіріп көрмедім. Мен тек жолдасым тәуір болсын, соның еміне тек өзіміз үшін деп, денсаулығымыз үшін деп кірдім бәріне. Соны менен 3,5 ай іштік, кішкене қарасақ денсаулығымыз тәуір сияқты, өзімде тәуір сияқтымын. Бұның ұйқыдан тұрғанда шаршап денемді көтере алмай зіл басып тұратын, одан кейін кішкене жеңіл тартқан сияқтымын. Дем қысып, астма бірдеңе пайда болып еді, үлкейгендік шығады десем, жоқ, олар да кетіп жатыр, жақсы. Шалымда отырған жерін аяғын көтеретіндей болды. Қадоныққа сүйеніп жүретін болды, аяғын баса алмай нететінек. Қадонықпен жататын бөлмесе, мына асханамызға шай ішетін жерімізге жүріп келеді, таяғына сүйеніп. Сонымен жасап атымыз, сосын кеше 13 күні Алматыға барасыңдар деп, Алматыға 2 билетті алып алдық. 13 ноябрь күні біз бастадық. Өзіміз тәуір болғасын енді, бұны адамдарға айтады.